Сендер неге кеше НДС көтерілген кезде үстіп шырылдамайсыңдар? А? Күллі халықтың қалтасына салмақ түскенде. Сен жоғалшы бар. Түсінің ба? Жоқ пітір садақа саған. Былай ғой. Әбден семіріп боғасыңдар төрт тоқалдарыңды пітір садақамен асырап. Кеше неге НДС көтерілген кезде үстіп шырылдап шықпайсыңдар? Әскерде бала өлгенде неге шырылдап шықпайсыңдар? Халық суға батқанда неге шырылдап шықпайсыңдар сендер? Жоқ биыл пітір садақа сендерге. Күллі қазағым, берме пітір садақа. Өзің күніңді зорға көріп отырсың ба? Қазақ кедейшілікке балшыққа батып атқан кезде үнсіз отырасыңдар да, пітір садақа берілмейді деген жылда пландап, жоспарлап отырасыңдар сол пітір садақаны. НДС-пен бірдей қылып қымбаттатып. Медицина дамымай жатқан кезде неге шырыламайсыңдар? Білім дамымай жатқан кезде неге шырыламайсыңдар? Ғылым дамымай жатқан кезде неге шырыламайсыңдар сендер дәл осылай? Айткүл ханым, Қазақстаннан қуып жеді бұларшы. Дұрыс айтасыздар да? Осы нәрсені айтып шықтышы. Имамдарға айтып шықты. Біздің ол кезде Назарбаев отырған биліктеш, Назарбаевке қарсы сөздер айтқаннан кейін, оны, Қазақстаннан иммиграция жасап жетші. Иранға айдап жет қайташ, хотя Исрафил неге Ютубтан қарасаңдар, ол Қазақстанға Ираннан келген қазақты, Иранның қазағышы. Ол басында келген кезде, осы Салафи жамағаты дейді ғой, сол Салафи жамағатымен соғыстыш 5 жылдай жүрді. Ақтаудың жігіттері беді ол кісініш. Сол кезде осы марқұм Абдуғапар марқұм бар, қазір Арман Қуанышбаев, бәрі өңкей ұстаздардың бәрі мынау білімді кісі деп сөйтіп айтыш. Ол Исрафил неге 5 жылдан кейін осылардың минустарын айта бастадыш. Сол кезде алдыда қайтан депортировать етіп жүрдіш. Сол кезде, например, депортировать еткен кезде, мынау білімді кісі деп айтқан адамның біреуі аузын ашпадыш. Дұрыс айтасыздар, 32+ деңіздерші, Айткүл нетіп жатыр, қатып жатыр, экранға не бам беріп жатыр ғой қазір, молдалар туралы айтқан. Мен айтайын сияқты. Дұрыс па? Оның біз істеген ненің бәрін молда да істейді. Машинаның да молда айдайды. Біз молдаға современный көзбен қарамыз керек та, оған зарплат төлеуіміз керек. Жаңағы ай сайын бюджеттен, сонда молда жаңағы таза болады. Ол ана жерден, мына жерден садақаны қою керек та, садақаны жаңағы онлайн жасау керек та, түскен садақаның ақшасын ана институттағы неше түрлі ауруларды зерттейтін негерге құю керек. А молда зарплата алып отырады, сонда әркімнен жаңағы садақасын күтпейді. Мен солай ойлаймын. Біз молдаға современный көзбен қарайтын уақыт келді уже. Жаңа әйел адамда молда болу керек. Ер адамда болу керек. Ханым, бұларшы, егерде сен айтасың ба солай өмір сүруің керексің да, егерде солай өмір сүрмешін онда айтпады, қазір. Жоқ, енді болашақта айтамын ғой, болашақта. Темек тартпа деудің алдында өзінде темек шекпеуің керектің бе? Бұлардың халық айтады, ананы бүйтпе, мынаны сөйтпе дейді, өзін істеп жүргенде басқа нәрседе, ондай болса сенде маған да айтпады, көршіш. Маған айтыватсыз ба? Жоқ, саған айтып жоқ. 32+ деңіздер, Айткүл қатып қалды, экранға не жасап жатыр ғой, эфирге не жасап жатыр, атака жасап жатыр. Мен молдаларға айтамын, сіздер оппозицияға қосылсаңыздар, сіздерде официальный зарплата болады. 1 миллион. Мен соны жаңағы Мұхтар Әблязовтың несіне неткім келеді да, ол кісі де біледі, сондай жасау керек. Жаңағы Серікжан ағаға да сондай біз айтуымыз керек. Молдалар бізге жаңа оларда да официальный зарплата болады. Бәрі прозрачный, налогты төлейсіздер. Сіздер де қоғам қызметкерісіздер. Дұрыс па, Бага? Сонда жаңағы садақаның ақалай-мақалай болмайды да. Соңында халықта көреді, молда не үшін өмір сүріп жатыр, ақша қаяқтан келіп жатыр. А қазір гадать етіп отырмыз, жаңағы садақаға бүйтті, молда бүйтті, сөйтті деп біз білмейміз. Молда 40 мыңға өмір сүріп жатыр деп жаңағы діншілдер айтып жатады. А біз былай айтамыз. Сондықтан по-честному болу үшін официальный зарплат қойсын. Ол да қоғамның қызметкері, дұрыс па, Бага? Или жоқ? Айка саған не келді ғой деме ограничение? Айка сен айтшы, Мұхтар Әблязовқа осы туралы айтшы. Молдаға официальный зарплат берсін. Егер молда жаңағы шындықты айтатын болса. Мен қай жерден тоқтап қалдым, Мери?
Білмеймін. Мен шыңғырып жатырмын ғой мына жақта. Тоқтап Сен мына жақта 32 плюс деп жатыр ғой, мен сен қатып қалдым вообще. Саған мен сөзім қай жерден бөлініп кетті? Дұрыс айтып жатырмын ғой мына жақта шыңғырып. сен көрмедің ба не экранның не болып жатқанын? Ойбай, мен өзімше сөйлеп жатырмын ғой. Мен онда ойладым саған бомбер. Жоқ, Мерей қарашы да. Шошқаға бөлініп жатыр 140 мың теңге. Миллиардтаған қаражат бөлініп жатыр жаңағы ұрықтандыру үшін, бірдеңе қылу үшін. Қылмыскерге бөлініп жатыр 192 мың теңге. Ит пен мысыққа бөлініп жатыр 140 мың теңге. Қазақтың баласына тас та жоқ та. Соны имамдар неге айтпайды? Қазақтың баласына пособияны көбейтіңдер. Дұрыс па? Сөйте отырады да қазақтың баласынан әр қазақтың жан басына жанбас ақы пітір садақа алғысы келеді. Пен айналыспаймыз деп айтып алып, жаңа патша Алланың көлеңкесі деп бастап отырады да. Ол жалған. Өйткені жаңа Құранда мен қараған кезде именно сол несін елдің бәрі айта берген соң мен именно қарадым. Сол кезде айтады, истина дороже власти дейді. Выше власти дейді. Сонда біз шындықты айтуымыз керек, сен айтқандай. Жаңағы биліктің ақиқатынан да шындық көріп тұрса, соны айту керек. Бізде айтады қазақ тілінде патша жаңағы Алланың несі дейді. Не дейді? Жаңағы көлеңкесі. Өздері серік қосып отыр Аллаға. Алланың серігі болмайды. Міне сол жерде дұрыс айту керек та, сонда Құранды бұрмаламай айтқан молдаға біз зарплат беруіміз керек, оппозициялық молда болу керек. Жасауымыз керек сондай. Жаңа система болу керек. Неге сол мысал үшін да жаңағы алдыларына бір жұмада, мысал үшін жұма намаз күні 5 мыңға дейін барады үлкен-үлкен мешіттерден. Астанадағы мешіт, үлкен-үлкен мешіт, Шымкенттегі кеше ашылған мешіттер бар да, мысал үшін үлкен-үлкен мешіттер. Неге сол жерге барған кезде талқыламайды? Қоғамдағы болып жатқан зұлымдықтар жайында, жастарға білім қуыңдар, ғылым қуыңдар, ақиқатшыл болыңдар деп неге айтпайды? Зұлымдық жасамаңдар, зұлымдыққа қарсы күресіңдер, бүкіл әлеммен бірдей жаңағы ғылыми түрде даму керек деп неге айтпайды? Үкіметке қарап неге айтпайды? Деймін ғой мен енді. Дұрыс айтасың, ол кезде айту керек. Өкінішке орай молда басын тығып отырады, жаңа саясатпен айналыспаймын деп. Олай болмау керек. Молда да жаңағы қоғамның мүшесі ретінде қарауымыз керек та. Біз молдаға бір святой не сияқты қараймыз, бір періште сияқты. Жоқ. Ол да қоғамның мүшесі, ол да салық төлеу керек, ол да жалақы алу керек, ол да нан жейді, оның да бүткіл несі асқазаны бар, туысы бар, несі бар. Сондай жасауымыз керек, сондай системаға өту керек. Әйтсе молдаға біз бір не қараймыз да жаңағы. Ойбай, жаңағы ол қайырымдылықпен өсетін, деп олай болмай керек. Кеш жарық. Сәлеметсіз ба? Мерей, мен сізбен нетпеймін. Сізге қосылмаймын, ана зарплатаға отырғызып қояйық дегенді. Енді өзіңіз білесіз оны. Сіздің берейін деп тұрған зарплата оларға керек емес. Өйткені ол зарплатаға мұқтаж емес, олар одан да көп зарплата алады. Мен оның көзім жетті. Өйткені бір жетімдерді қолдап мен 2 ай бойы мешітті аралап, өтініштен өтініш толтырып, құжаттардың барлығын етіп, жаңағы 6 бала 1 жылдың 3 айдың ішінде жетім болып қалған, әкесі мен шешесінен айырылып қалғанда. Солар енді масқара нетіп кетті, масқара енді ең үлкен 18-де болатын ол кезде. Сондықтан мен айтайын дегенім, сонда мен өз көзім жетті, 2 ай бойы жүрген кезде бір тиын берген жоқ қой, бір тиын. Сонда еще бізге маған былай деп айтады, сонда имамдарымыз. Бізге айтады, маған былай дейді, білесіз ба, біз әлі дейді, нені ашқан жоқпыз дейді, ящиктерін ашқан жоқпыз дейді, өйткені ол толмай жатыр дейді да. Сонда мен бір күні бардым, жұма күні, таңертең ерте бардым да, түске дейін отырдым. Түске дейін әдейі отырдым. Сонда қаншама адамдар ақшаны өкіртіп салып жатыр. Ол кезде енді 20 жыл бұрын болған жағдай ғой. И жаңағы нелері, ящиктері бірінен соң 2 ящигі толды. Средний ящик. Үлкен ящиктер толған жоқ. Енді толған жоқ болғанда жартыға келді. Халық көп жинап жатыр екен, қарадым. Соны ящиктерін алып кетті.
Мен содан бір кезде имамға барып айттым, сіздер ящиктеріңізді бәрін толтырдыңыздар. Енді соны берің атып, мына кісілерге мұқтаж адамдарға бермейсіздер ма деп сұрадым да. Маған айтады, сіз көріп қойдыңыз ба? Я көрдім ғой толған. Оны енді комиссия ғана ашады ғой дейді да. Жақсы комиссия. Содан біз тағы бір апта күттік. Сол беті жоқ. Біз жаңағы балаларға берген жоқ. Енді айтайын дегенім, содан енді мешіттен ешқандай қайым күтпегеннен кейін бардым да уже акиматты жағалап, жаңағы балаларға мен үш бөлмелі үйді алғызып бердім. 3 айдың ішінде айғайласып жүріп алғыздым. Өкіметтен барып алғызып, жаңағы үйге көшірттім. Енді айтайын дегенім, ол жаңағы сонда жаңағы 3 айдың ішінде біз ойладық, бәрібір үміттендік, мешіттен бір тиын бір не болады ғой деп, көмек болады ғой деп. Содан ешқандай көмек болған жоқ, содан көзім жетті. Енді сол кезде енді қарқынды адамдар бәрі мешітке нетіп бастады ғой, енді мұсылманды қала бастады. Соның көршімде мұсылмандыққа кірді, анау бала өзгерді. Енді жаңағы баланың сөзі былай, патшаға қарсы шықпау керек. Сол 20 жыл бұрын айтылған сөздер әліңгі шейін айтылып келе жатыр. Уже 20 жылдан асып кетті, иә. Мен оны 2004-те ме 2003-те естіген нәрсемді, содан бері мен мешітке кірмеймін, мешітке садақа бермеймін. Бірақ сіздерге айтайын, мен бір күні бір кісілерге мен имамды шақыртып үйлеріне Құран оқытуға шақырғанда, жаңағы имамның сөзін естісеңіздер құлайсыздар. Имам білесіз бе не деп айтты? Ол кезде жаңа мешіттің жанында анау құрбандық шалған кезде тірі малдар тұратын. Соңғы любой адам келеді да, жаңағы мына малды сойсаңдар дейді, ақшасын тастап кетеді да, мынаны сойыңдар дейді, кетіп қалатын. Уақыт жоқ менде не деп. Содан жаңағы имам біздің жаңағы кісінің үйіне келіп отырғанда былай дейді ғой, ана жаңағы тастап кеткен, ақшаны тастап кеткен бір малды дейді, 5-6 адамға біз сатамыз дейді ғой. Мен таң қалдым, қалай десем, енді ана кісі уақыты жоқ деп ана қойды көрсетеді да, осыны мысалы 20 мыңысын төлейді да, кете береді, уақытым жоқ, соясаңдар. Біз барамыз да сол малды 5-6 адамға сатамыз дейді да. Жоқ, енді Няшка ханым, бұл жерде қайырымдылық деген, қайырымдылық өмір сүретін молда, прозрачность жоқ деген сөз. Біз прозрачность жасау үшін официальный зарплата болсын деп жатырмын. Жоқ, сіздердің зарплатаңыз керек емес оларға. Енді болашақта деймін, қазір ол барлық молда сондай алып отқан жоқ қой. Жоғарыдағы молда алды, төменгісі алмай қалды, сол сияқты ғой. Азамат сөйлейсін ба? Мариям, мен айтамын, екі сөз содан кейін кейден қақасыз айтасыз содан кейін. Бірінші, патшаға қарсы шықпа дейді. Жақсы, оны қабылдадық. Оны кім айтты, соны айтып бересіз ба? Дегенде аятты оқыдым деп отырсыз ғой. Кім айтты оны? Кім жазды? Қай жерде жазды? Белашаға мен білмеймін, оққан жоқпын, қазір айтатса оқыған. Онда мен айтайын. Тыңдаңызшы, пожалуйста, сіз 1 сағат сөйледіңіз. Мен айтайын дегенім, патшаға қарсы шықпаңдар дейді. Жақсы, қабылдадық оны. Но бізде патша жоқ қой. Бізде патша деген ол монархия, ол әкесінен баласына, ұрпақтарына беретін, жаңа мысалға монархия болу керек. Бізде патша жоқ. Значит, Тоқаев патша емес. Ол жай адам. Значит, қарсы шығуға болады, да? Екінші мен айтайын дегенім, сіздің жаңа бағана айттыңыз. Мына кімнің Мерейдің айтқаны дұрыс. Өйткені вообще негізінде жаңағы нені бар ғой, садақаны алған кезде бір автоматически сондай құралмен алуға болмайды ма? Мысалға саласың, квитанция аласың сол суммаға да, сонда ол бүкіл ақшаның жаңағы берген садақаңның барлығы саналып отырады да, содан кейін ол действительно неге түссін, содан кейін айлық алсын да, қалғанның барлығы, мысалға там жаңағы білмеймін, муфтияттан ба, содан ба бәрі распределение, сол прозрачность, садақаның прозрачность. Ол мысалға Эмират, басқа елдерде, оказывается, сол жасалынады екен. Саласың, и соған сол салған суммаңа квитанция саласың, значит, она уже учитывается. Уже сумманың барлығы в конце жаңағы саналып тұрады да, жаңағы кәдімгі магазиндегі сияқты, жаңа қанша түскені біледі. Ол бір. Содан кейін айлық алуға болады, действительно. Содан кейін менің сұрағым, мысалға Қазақстанда қанша адамдар бар, және қанша не түседі. 10 миллион, мысалға 20 миллион болса, ладно, 10 миллион адамнан жаңа пітір садақа, оның бәрі қайда кетіп жатыр, сол есеп. Содан кейін үшінші, сіз айтып отырсыз,
мешіттердің барлығындағы имамдар КНБшниктер деп отырсыз, иә? А онда не істейді? Вообще кімдерге этот жамағат оған барып не істейді? Одан да үйлерінде отырып алып, сол намазын нетіп, оразасын ұстап, сөйтпейді ма? Ол жаңағы, ол КНБшниктер қандай уағыз айтуы мүмкін? Олар деген жаман адамдар ғой, мысалға. Енді қараңыз енді, Мариям. Бұхари Муслимнің сөзі, оны аятта жоқ. Аятта патшаға қарсы шықпа деген бір аят жоқ, қарсы шық деген 6 аят бар. Оны сендер бір нәрсені мұсылмандарға бір нәрсе қарсы шығу үшін, бір нәрсені айту үшін шамалы білім алу керек. Енді Бегалашаға осы сөзді, қазір тұратыңыз, Бегалашаға осы әңгімені маған видео үндеуменен имамдар айтып шығала ма? Мен айтып берем саған. Ол деген кәдімгі Құранның несіне жазып. Беттеріңді ашып, міне, патшаға қарсы шықпа деген сөз жоқ, патшаға қарсы деген 6 сөз бар. Я. Мен саған қазір айтып берейін, я. Мұсылман жамағат деп. Құрметті мұсылман жамағат. Большой экранға қойайын. Құрметті мұсылман бауырлар. Патшаға қарсы шықпа деген, патша Алланың көлеңкесі деген, ол Бұхари Муслимнің сөзі екенін білесіңдер. Аятта ол патшаға қарсы шықпа деген сөз жоқ. Ешқандай аят жоқ. Бірақ патшаға әділсіздігіне, жаңа істеп отқан халыққа бір зиян істеп отса, қарсы шық деген 6 аят бар. 6 аят бар. Ал енді оны мұсылмандар біледі. Сол үшін жаңағындай патшаға қарсы шықпа деген. Қандай аяттар бар, Бегалашаға айтыңызшы. Енді мен қандай аят болғанда Ниса сүресі 135 аятта ғана есімде, қалған аяттар есімде жоқ, бірақ керек болса мен саған айтып жіберем, өзінің астына қойып қой сол аяттарды мен видеоның астына. Сосын бірінші, екіншіден, бұл қазіргі басшылар патшаға жатпайды. Патша деп тек құл санадағы айтылатын сөз. Ол патша емес, ол президент, ол менеджер, халық сайлаған адам. Халық сайлаған адам халыққа пайдасын тигізеді, халыққа ыңғайлы өмірдің ыңғайлығын көрсетеді, заңдар шығарады өмірдің ыңғайлығына. Вот сол адам біздің қазіргі президенттің, сол президент сондай істеу керек, сондай іс-әрекетті. Сол үшін мұсылман бауырлар адаспаңдар. Жаңағы көлеңкесі деген ол өтірік әңгіме, ол тек Бұхари Муслимнің сөзі, оны көбісі шатасып жаңағы аятқа айналдырып жіберген. Сол үшін ол өтірік нәрсе. Мен дәлелдеп бере аламын оны. Болды. Енді біз Тоқаевтың істеп отқан іс-әрекетіне қарсы шыға аламыз ғой, дұрыс па, мұсылман қауымы ретінде? Естественно, өзімізді талабымызды айтуға құқымыз бар ғой. Айтқыл, ол әрине құқымыз бар. Ол өйткені біздің парыз. Мен тағы айтам, егер сен әділсіздікті көре отыра, қастандықты, азатты, азапқа айналдырып отқанын көре тұра үндемесен, автомат түрде мұсылмандықтан шығып кетеді деген бар ондай аяттар. Автомат түрде шығып кетесің. Енді қараңыздар, мұсылман қауымы, имамдар, осы күнге шейін сабыр, патшаға қарсы шықпаңыздар, ойбай президентке қарсы сөйлеме дейтін кісілер. Біз Қазақстан халқы, мұсылман халқы, азаттығымыз қазір азап күнге айналып келіп жатыр. Сондықтан біздің азат елімізді азап елге айналдырып жатқан Тоқаевтың жаңартылған конституциясына қарсымын. Себебі ол конституцияда қазақтың ана тілі құрметсіз болып тұр. Бір, екі, қазақтың сөз бостандығы жойылғалы тұр. Үшінші, супер президенттік сайлау болғалы тұр. Сондықтан біз президентке қарсы шыға аламыз, мұсылман қауымы. Себебі біз азат еліміз. Дұрыс па, Бегалашаға? Дұрыс, керемет. Мен соны айтып жүрмін. Құқымыз бар ғой. Мұсылмандық жолымызда да біз, ата заңымыз бойынша да біз президентке кет дей аламыз. Дұрыс па? Дұрыс. Енді қараңыз. Қандай кінам жоқ. Біздің бұл жердегі кінамыз
мұсылман ретінде азат мемлекетте жақсы өмір сүру. Сондықтан Қасым Жомарт Кемелұлы мұсылман келеді, сөз бостандығы бар. Сондықтан орныңызды босатыңыз. Мына видеоны салам просто кесіп сол сөйлеп отырмын. Енді қараңыздар. Бұл жерде неге 11 наурызға қойып отыр ораза айына? Шама ойлаңыздар. Көрдіңіз бе, ораза айында қырылуға болмайды, боқтау айтуға болмайды, өсек тыңдауға болмайды. Ораза деген тек ауызға емес, құлаққа, көзге ораза. Соны әдейі пайдаланып 15 наурызға қойып отыр. Көрдіңіздер ме? Неге енді қараңыз, ораза айында жаңағы 30 күн көзге, құлаққа, ауызға барлығына берік боласың да, қалған жаңағы 340 күнде пофиг ба? Жоқ, міне былай ғой. Мұсылман деген ол бір сыдырғы болу керек қой. Айткүл былай ғой, мысалы бір айда сөйтіп үйренсен, ары қарай солай алып кету мүмкін да адамның. Мысалы біреу темекісін қойып кетеді, біреу арағын қойып кетеді, біреу жаңа өсек айтқанын қойып кетеді. Сол сияқты ғой. Айына бір рет бір тәрбие да, бір ай бойы өз-өзін тәрбиелейді да, ары қарай біреуі қайтадан өз жолына түсіп кетеді, жаман жолына, біреуі жақсы болып кетеді, сондай ғой. Енді, соны қараңызшы, енді қазір енді ораза айына әдейі қойып жатыр деп айтып жатсыз ғой. Халық тыныш отырады, сабырлықта болады деп. Сонда астына жазып жатыр міне. Сонда бір ұлттың тағдыры шешілейін деп тұрған кезде сіздің 30 күн оразаңызда ғасырлардың тағдыры шешіледі. Енді қараңыз, Айткүл, бізде мен көшемде 3 ақ үй ораза ұстайды да, қалғандар ұстамайды. Мен айтып отырмын ғой, 32 мың адам бар да, бірақ 500 адам жұма намазға барады, 31 мен 500 адам оразаға бармайды. Соны айтып тұрмын ғой, сіз қараңызшы, енді сіз. Жоқ, енді ертеңгі күні 15 наурызда ораза ұстамайтын адам өте көп. Солар неге шықпайды деймін ғой. Жарайды, оразаларды қойшы, мал десін, құл десін, басқа десін, мақыл ғой. Қалғандары неге шықпайды, қалғандары неге молауы отырады. Сонда мұсылмандар оразасын бұзып шығу кереккен де, олар қарап, телевизордан қарап отыру кереккен де, пивісін ішіп. Сіз не үшін сіз ақиқатты айтып барсаңыз оразаңыз бұзылмайды? Жоқ, басқаларға неге олар да шығады ғой, оларға да айтып Мариям, мен кеше 16 желтоқсанда шыққанда қолымды шығарып жіберген қайырып. Сол кезде мен іште отырдық, 4 жігіт болып. Өзім жамағат жігіттерім ғой, отырған кезде сол жаңа жамағаттың балалары келіп, не болды деп есіктің алдында тұрып, айқай шығарып тұрып, әйтеуір өйтіп бүйтіп, бізді 3,5 сағаттан кейін мен бірінші шығып кеттім, сосын ана балдар жаймен шығып кетті. Сөйтіп үйге барып, сынықшыға барды, апарды, олар өйтті, бүйтті, әйтеуір нормально болдық. Бірақ халық көмектескен жоқ, камераға түсіріп бәрі шулап жүр, қызық көріп. Біреу келіп, не болып жатыр? Неге бүйтіп жатсың деген бір адам жақындаған жоқ. Халықты қорқақтыққа, осындай сауатсыздыққа кім апарды? Бекалаш аға. Сол молда апарды деп отырсың ба? Молдама атқан 22 қаңтарда имандар шығып автоматпен атты ма? Атпады, бірақ жаңағы қоғам мүшесі ретінде бір молда сөз айтқан жоқ қой, соған айтып жатыр ғой. Ол молданы сендер артынан түсіндер ма? Анау жоқ, Алланың көлеңкесі деп шықты ғой, жас жігіт сақалды. Оның артынан зерттедік, Кенбенің адам болып шықты ғой, Кенбенің баласы. Сен соны түсіну керек қой. Мерей, сен қара, Кенбеға кіріп шықтыңдар ма сендер? Қамал көрдіңдер ма? Жоқ, енді Бекалаш аға бәрібір айтса, артына халық. Тыңда, Багатан, қараш. Бекалаш ешкімге сөз бермейсіз, тура нете бересіз, бәрін өзіңіз сөйлеуіңіз керек только. Багатан, сен кіріп шыққанда көрдің ба, сақалдар жүрген ішінде, КНБшниктер, майор, капитан сақалдымен жүргендер. Сен қазір өзін айтып отырсың ғой, имамдардың бәрі КНБшник деп. Сендер онда неме үшін КНБшниктің артынан ересіңдер? Жоқ, мен саған айтып отырмын ғой, Багатан, біз кіреміз жұма намазға, ол парыз. Жұма намазға кіреміз де, намазымызды оқимыз да кетеміз, ешкім тыңдамайды. Наға кім, Бекалаш, ана кім бар ғой, кім еді, ана ресторан ашқан имамның ұстазының аты кім еді Алматыдағы?
соны өзі айтты ғой, егер де сендер имамдың, короче, қателігін көрсеңдер, оның артынан, короче, еу сендерге фарз емес деп шына. Онда сендер не үшін иісіңдер сол имамдар? Дұрыс айтасың. Ау? 32 плюс жазыңыз шын Айка неге кетіп қалды жаңа? Енді барғандар, енді не үшін бегалаш, сендер иісіңдер сол имамның артынан ана Жоқ, не еріп жүрсең осылай сөйлеп отырам ба, бағаттан сен логикамды мен сен қазір сөзіңді естіп жатырмын, мен наоборот қуанып жатырмын, молодец бекалаш, хоть бетін бұрып тұр, бізге қарай деп шына. Мен алдында не қашып жүрдім ба не мен? Енді бана сен біраз имамдардың сөзін сөйледің ғой бекалаш. Мен қаңтардан бері, қаңтардың алдында жүргенмін осы белсендікпен. Бағаттан, сен мен танымайсың ғой сен. Жаңағы бетін бұрып Азаматқа сөз берейікші. Иә, бағанадан бері күтіп отыр. Күтіп отыр. Азаматқа берейік, иә. Иә, сосын мен демалайын. Азамат, сөйлеңіз. Сағат 12 болды, таңда сағат 7-де тұрып. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен сіздерге бір өтініш айтайын деп бізде таразық, мен өзім екінші группа инвалидпін. Есім Азамат Дулат, 89 жылғым. Мен өзім Таразы қаласының тумасымын. Бізде Таразы орталық мешітте жылда пітір садағанда құрбан айтын етінде имамдар өздері алып кетеді. Бізге жетімдерге, инвалидтерге ешнәрсе бермейді, ал бізге көшеден алып, именно мен өзіме істеген жоқ, мен танысыма істеді, көшеден бір пакетпен ет әкеп бере ма? Имамдар айтады екен, бар ана кісіге не әкеп берді, сол пакет алып кел, бәсе мешіттің айналасында тұрмасын деп бізді инвалидтерді. Ал енді айтайын деген, жылда бітті садағаны біз көші, мен өзім базарда сауда істеймін, таныстар маған береді, көбінесе сен жетім баласың, инвалидсің деп. Бір күні мешіт жұмыс, бұл оқиға қазір мен сіздерге айтам, карантин уақытында болды. 2021-де білесіздер ме, коронавирус болды ғой, о 2020-да. Сол кезде как раз ораза уақытына тура келді. Тура сол базардың бізде Таразы қаласында микрорайон ішінде кішкентай базарчик бар, 3-4 деген шағын ауданда. Сол сәтте тура имам мені көріп қойды. Сен нағып жүрсің дейді. Тура Рамазан уақытында дейді, карантин уақытында. Сен мешітке бермеңдер пітір садағаны деп, не істеп үгіттеп жүрсің ба не елдерді деп. Имам маған тура естіп айтты. Ал енді жылда құрбан айтты, еттің түн жамып тұруы өте қажет, бетен Рамазан ала қаласа бір күн жылда құрбан айтты, мешітке тонна ет әкеледі, қарапайым халыққа кішкентайдан береді, түгел үйімізге тарқаймыз ғой, сол кезде жаңа машинаның артына салады, өзі үйлеріне әкетіп қалады. Бізге пітір садағаны бермеңдер деп үгіттеген үшін біздерге мешітке жұма намазға барған кезде бізге ала көзмен қарайды. Мен сізге Айтгүл әпке. Ой, жаным ай. Бауын қай қалада ол? Тараз қаласы, Тараз. Мешіттің атын айта аласың ба? Мешіттің аты қандай? Бекалаш,
Зато, короче, Нұрлан имам, Тараздың бас имамы, ол ана фитнес клубтарда жүреді, қандай керемет тойлар жасайды, ютна, тиктоктан да көрсеңдер болады, қандай тойлар жасайды. Міне, пожалуйста, сендерге дәлеліна, что имамдардың нахуй істеп жатқан істері үшін. Мешіттің аты қандай, бауырым? Қандай болған күнде де Нұрлан имамды көрші. Мешіттің атын айта алмаймын аға мен. Енді қай қала, қай ауылда? Енді өзінен жекесінен сұраңыз, мүмкін айта алмайтын шығар. Жоқ, Тараз деп отыр конкретно. Сен білмей шығарсың атын, қай ауылда? Қала ма, ауыл ма, қандай жерде мешіт? Бекалаш, қандай болған күнде де Бекалаш, Тараз Нұрлан имамды көрсін. Тиктоктан көрсін болса Нұрлан имамды ұстан. Бекалаш аға жекесіне жазып сұрасаңызшы енді. Иә, кәмін, жазып алайын. Бір мен тыңдаңызшы. Мека, жазып алайын. Бұл оқиға мен сізге айтып отырмын. 5 жыл бұрын өтіп кеткен оқиға. Жоқ, енді қазір осы кезде де сондай ма жағдай қазір? Қазір білмедім, қазір мен Жоқ, саған көмек бермей ма не? Қайыр садақадан көмек беріп атқан жоқ па саған, имандар? Бекалаш Жоқ, аға неге оны сұрай бересіз? естек алмаймын көмірге. Мен өзім жұмыс. Ой, Мария, қоя тұр сондай. Барған кезде, мешітке барған кезде, Жоқ, әпке білмейді. Мен мешіттен көмек алмаймын аға, ешқандай көмек. Мен саған таныстадым осылай деп айтады көп кезде. Азамат, былай ғой, мен саған жекеге жазам, WhatsApp-ымды жаз, маған Каспийінді бер, көмек өзім берем, бірақ осы біздің мешіттен де жұлып алып берем мен саған. Түсіндің ба? Вот, солай істеңіздерші. Сен бірақ маған ше, анау мешіттегінің бәрін біліп бер, мен олардың әкесін таныстырам бұл мешіттегі отырған имамдарды. Маған просто тек аты жөндерін қай мешіт екенін айтып бересің, жекеге шығам мен саған, бауырым. Жарай ма? Маған жазылшы. Көке, тыңдасаңыз бұл 5 жыл бұрын өтіп кеткен әңгіме бола берсін, бұл кезде саған көмек бермейді ма? Болды. Сол өзі қашақ оларға. Олардың міндеті сондай. Берген садақаны мұқтаждарға таратып беретін, ол ережесі мұсылманның. Білесің ба? Садақа түскенде мұқтаждар келеді, соларға көмек береді. Беру олар міндеті. Бермейді ондай көмек. Бірақ көке, білмейді. Бірақ мен жаңа құрбан айт дедім ғой, етті бірақ алып кетіп баратқан жерін өз көзімен көрдім сол кезде. Болды, бауырым. Сондайларды бейнеге түсіріп алу керек еді ғой, әкесін таныстыратын. Бейнеге түсіріп алу керек сондайларды. Не ғой? Ол жаңа садақа бермек түгілі жаңа бір балалы әйел Астанаға келген кезде мешітке ішіне қонайын деген кезде кіргізбеген ғой. Ондайлар Так, Азамат, бетіңді жаба қой жаным, ана өзің басың қауіпсіздігі үшін, жарай ма? Жоқ, оған не қауіпті болады? Ол дұрыс айтып отыр ғой, шындығын айтып отыр. Енді өзіңіз айттыңыз ғой, бүкіл имамдар КНБшниктер деп. Иә, мен айтып отырсам, өзі мүмкіндігі, Бегалаш аға, өзі мүмкіндігі шектеулі жан. Тем более имамдардың бәрі КНБшниктер. КНБшниктер не істей алатынын білесіз. Сондықтан бұл баланың басының, жеке басының... Адал жігіттерді отырғызып айтып. Вот, не дейсіз енді, сол үшін қауіпсіздігі үшін бұл жігітті айғара мешіттің атын айт, анан айт деудің қажеті жоқ. Жоқ, өзіне жекесіне шығам, мен ол не қиын нәрсе. Иә, жазсаңыз болады мына жерде қазір. Бүкіл өңірдегі мешіттердің барлығы. Маған тіркеліп қойшы. Азамат маған тіркеліп қой. Бегалаш аға, мен сізге сіз енді өзіңіздің ауылыңыздың имамын айттым ғой, жаңа 99-ын емес, біреуін қорғап тұрсыз шырылдап та. Менің өзімнің ауылымның имамы, менің одноклассницамның ағасы, өзім аға деп өскен имам, мешіттің ішінде нәпсі қандырып, мәшқарасы шығып, елден қара бет болып, андай тәпішкамен ұрғызып көшірді. Сол 5-6 жыл имам болып жүрген. Білесіз ба, Қазығұртта сондай бір жаңа базарда имам машқара болып жесір қатынның қойнынан бірақ шығып, мешіттің ішінде
Иә. Сондықтан сіз бір имам үшін «99 имамдың». Дұрыс, бездірген. Сондықтан мен, көшір жіберді халық ауылдан. Потому что жесір қатынның қойнынан бірақ шыққан мешіттің ішінде ойнастық жасаған имам, а ол бүкіл ауылды аузына қаратып отқан имам, например. Сосын бізде енді біздің халық ісімен сөзі бір емес. Біздің халық, былайынша мен енді ықпалым барды, көбісі сыйлайды, білет, бізде жамағаттың көбісі оппозиция, былайынша мен тұрған жерімде. Оппозиция, сосын оппозиция болғасын ба, бізде имамдар анайында жаңағы билікке қарсы шықпа, бүйтпе деген әңгімені айтпайды. Айтса бірден халық шулап кетеді, аузын жапты. Сол үшін мен білмеймін, сол халықтың өзі халыққа да байланысты шығар деймін да, имам қандай болғаны. Халық үндемей айтқан тыңдап басын бүйтіп мақұл деп отырса, ол иман да басынады шығар. Бірақ бізде басындырмайды иманды өйтіп. Бізде өзі халық. Сіздерді көреміз енді ертең кеше құрылтай өтті. Ақиқатшыл имамдар не айтты? Кеше құрылтай өтті ғой Қызылордада. Жердің бір жеріндесіздер, Қазақстанның бір шетіндесіздер. Құрылтай өтті кеше. Бүгін имамдар шығып бір нәрсе айтты. Бізде құрылтай өтті. Мен өзім пост шығардым. Әсіресе анау сол күні шығармандар деп бізге блогерлер жамандап шығармандар деп бәріне жария салып еді, бірақ мен шығардым өзім қарсылығымда ол құрылтайға. Енді өз жерін Сіз имамсыз ба не Бекалаш аға? Жоқ, имам емес бұл, бірақ мен мұсылман жамағат ішінде өзім ықпалым бар ғой. Жамағат ішінде өзімнен авторитет беделім бар. Сосын мен шығардым, мені көбісі... Мен имам сұрап жатырмын ғой, имам. Имамдардың шаруаны имамдар шыққан жоқ, ондай бір нәрсе айтып, оларға айтқызбайды ғой. Оларға саясатқа... шығамайды ғой. Жоқ, оларға саясатқа заң түрде тиым салып тастаған. Ол түсінесіңдер ма? Заң түрде тиым салып тастаған дегенде. Сондай жасау керек, бізге жаңа зарплат беру керек. Араласу керек қоғамға. Молдалар да, ол да қызметкер, полиция, медик сияқты. Заңды түрде оныған ақиқатты айту үшін заңды түрде қысым жасап тастаса, ол не үшін ақиқатшыл имам болып отыр ол жерде? Ол бізге жаймен, ол анау ресми түрде шықпаса да, халыққа жаймен бізге түсіндіріп отыр ғой. Мен тағы айтам, бізде өзімізде имамдар айтып отқан кезде жаңағындай әділдікке үндемесен, өтірік айтып жатса депутатқа қарсы шықпасаң, сен автомат түрде мұсылмандықтан шығасың деп түсіндіріп отқан сөзінің өзі бізге жетеді, сол, түсінесіз бе? Ол жаңағы өзі имам қарсы шығып айқайламаса да, мен шығып жатырмын, басқа балдар шығып жатыр, басқа мұсылман шалдар шығып жатыр қарсы айқайлап. Бізге сөйтіп үйретіп отыр. Соның өзі бізге жетеді. Ол мүмкін саясатта... Енді сізге сұрақ, Бекалаш аға, сол бұрыннан енді қазір сол именно сіз жамағат, сіздер мешітке барып көзі ашылып жатыр ма, жоқ керісінше кетіп жатыр ма, қалай ойлайсыз? Мен қазір байқам қоғамда молдаларға жаңағы көзі нетіп жатыр да, ашылып жатыр. Молдаларға бұрын біз святой адам сияқты қарайтымыз. А қазір сізді діни адамдардың ішінде жаңағы ақиқатқа, оппозицияға көзі ашылып жатыр ма сіздің ойыңызша? Енді сіз сөйлесесіз ғой. Енді қараңыз, ауызашарда жиналған кезде, 30 адам жиналған кезде бір адам шығады, саясатты айтпаңдар деп. Қалғандар бәрі саясатты айтады. Бір адам шығады ішінде, міндетті түрде біреу шығады да айтады. Саясатты айтпаңдар, айтсаңдар мен кетейін деп бір адам шығады. Соған қарап мен айтам, халықтың бәрі көзі ашылып жатыр, халық біліп жатыр. Өйткені халық неге ашылады, неге өйтеді? Өйткені ана холодильник пустой, холодильник сөйлетеді адамды бәрібір. Өйткені айлықтары жоқ. Мысалы, көп жігіттер жұмыс істеп жүр, 2 жерде, 3 жерде жұмыс істейді. Солар жылап отырады. Мен неге олай етуім керек? Неге завод салынбайды? Неге анау салынбайды деген шамал қоздырып жіберсем, мен қоздырып жіберем шамал. Болды, ары қарай өздері қалып кетеді. Бәрі наразыны айтып, не қылып кетеді. Халық оянып жатыр. Бірақ халықтың бір несі қорқаған, ана кешегі қаңтарда атып тастады ғой, соны бірден айтады. Мәке дейді. Қазір ертең шықсақ атып тастайды ғой, қырып тастайды ғой, бала шағандығын асырайды, өліп кетсек. Өз көзімізде мен сіздерге ашығын айтайын. Мен Тасугетте тұрам. Кешегі қаңтарда шыққан 80% мен ауылым Тасугет. Оны даже кәдімгіден сұрасаңыз, кешегі қаңтарда 80% кім жүрді десе, Тасугет сол 32 адам, мен тұратын жерімде сол 80% балдар шыққан. Сояқтан 10% қайтыс болды. Ойлай беріңіздер, қанша бала қайтыс болған бізде. Содан көбісі қорқып қалды. Қорқақ санада кіріп кетті.
Соны айтады, ертең мен шықсам 4 жерде жұмыс істеймін, 3 жерде жұмыс істеймін, семьямды кім асырайды, өліп кетсем. Жоқ, енді қараңыз да, мысалы Украинада ашық соғыс болып жатыр да, халқы шығып жатыр. Біз деген әлі мына жеріміз кетіп жатыр. Украина Херсон мен Донбасс үшін до конца кетіп жатыр да. Бізге бүйтіп нетіп жатқан жоқ. Біз өз нете алмай жатырмыз. Жаңағы Қытайға кетіп жатыр дейміз, мына конституция. Соны айтуға біз шыға алмай жатырмыз ғой. Соны не деген адамбыз біз, салыстырайықшы. Мерей, Украина ашық соғыс болып жатыр да, кәдімгідей. Енді бізде де биліктен ашық болу керек қой. Жоқ, мен билікке үйіне келді да, Ресей кәдімгідей адамдарды өлтіре бастады да, сосын олар соғысып атты. Сосын соғыса бастады. Енді біздің билік көзді бақырайтып қойып Қытайға беріп жатыр. Ол енді жаңағы жау ғой. Сізге айтайын ба? Онысы көбісі сенбейді сол сөзге. Мен айтсам Қытайға жерді беріп жатыр, өйтіп жатыр десем, қойшы арендаға берді ғой, уақытша берді ғой дейді кейбіреуі. Көбісі сөйтіп ойлайды, аренда деді. Иә, арендаға берді ғой, ертең қайтып алады жерді дейді. Көрдіңіз ба, сіз сияқты көзі ашық адам өте аз. Жаңағы айтады ғой, алаш аталарымыз айтады ғой, таза саясаткер дейді, өлімнен қорықпайды дейді. Ана өлімнен қорқатындар саясаттан 0 болғаны ғой, я болмаса 50%, я наразылығын көрсетеді, айлық жоқ, неге завод салмайды, неге бізге көмек бермейді дейді. Сондай ойда айтады. Сосын мен айтамын, сен деді аштықты санада ұстап отқаны, сен саясатқа айналыспайсың. Сен саясатта, сен тек адам үйінде ойлайсың, тамағын тауды ойлайсың, кредит жауды ойлайсың, болды. Сол кезде сен саясатта болмайсың. А оны қолдан істеп отыр. Егер жүйе кетсе, ертеңгі жақсы жүйе келсе, біз одан бәрінен құтыламыз. Кредитінен де құтыламыз, құтыламыз қорқады. Достар, мен эфирді тоқтатайын, сағат 12 болды, ұйықтайын. Жақсы, сау болайық. Рахмет, бүгін күшті эфир болды. Ерғаш аға, мен қырылып қалайын деді, қыз альбомағанда. Мен бәрібір бұл үгіт насихатымды тоқтатпаймын. Тоқтатты. Мешітке бермейсіздер, саяси белсенділерге бересіздер. Оны ше, былай ғой, айтқан дұрыс қой, бірақ дипломат түрде жұмсақтап, былай келтіруге болады, оны ше, әдемілеп. Жаңағы мұсылмандарды өзіне қарсы қою міндетті емессің ғой. Мұсылмандар көп өз-өзіне қарсы қоймай, бірақ мынау жұмсақпен келтіріп, сондай қылып неткен дұрыс деп ойлаймын. Өзім ойым ғой, өйткені мен өзім сөйтіп жұмыс істеймін. Талай анау кім біледі ғой, Масад біледі, Дәурен біледі. Дәурен кіріп, саясат айтқанда шығарып жібереді да мұсылмандар. Сен әбләзі қойды дейді. Сонда мен кірем да, жаймен сөйлесіп, келтіріп, анау тәңкөштерге қарсы өтем де, жаймен саясатқа айналдырып, барып, маған бір аятты көрсетші деймін. Патшаға қарсы шықпа деген бір аятты айтыңдаршы деймін. Жеткізбейді ғой, саясат деп айтсаң, шығарып жібереді, олар шығарып жібереді. Сол үшін дипломатичный. Жоқ, міне қараңызшы, мен дипломатичный бастайсың да, маған бір аятты көрсетіп, мен тупоймын да, маған бір аятты көрсетіңізші, патшаға қарсы шықпа деген деймін ғой. Сонда алар ізденеді, сол жерде қарайды, таба алмайды. Мен айтамын, олар ондай жоқ қой, бауырларым, ондай жоқ. Қарсы шық деген 6 аят бар деймін да, 6 аятты айтқан кезде, алар бәрі сол жерде қосылып, рас деп кетеді. Мына жерде айтып жатыр да, Әблязов ес ғой дейді да, ал Тоқаевтан неге сұрамайсыңдар? Жаңағы ана жерде неге Мекке, Мадинаға барады да, потом шошқан етін сағынып. Мысалы үшін қараңызда, Әблязов атеист дейсіңдер да, мені де атеист, менде мысалы үшін қатып қалған қағида жоқ. Шынын айтқанда, мұсылман отбасында дүниеге келдім, дәл Мұхтар Әблязовтей. Құлағыма азан шақырылып, атым Айтқұл деген атым берілді. 5 уақыт намаз оқымаймын. Бірақ кісінің ала жібін аттаған емеспін. Ақиқатты айтамын. Жоқ, айтылмаған ғой. Мен сізге Айтқұл бір қызық айтайын. Бекалашаға сөзімді бөле бермеңізші. 5 уақыт құман алып туалетке жүгірмесем де, күнделікті өзімнің гигиенамның тазалығымды ұстап отырмын. Болды ғой, жанның тазалығы мен тәннің тазалығын ұстасақ болды емес пе? Енді қараңыз. Мешітке барып тоңқаю керек па не? Жүректе ғой, жүректе Құдай. Мынай ғой, менің ағам Әблязовпен семьясымен араласқан. Мен досым Әблязовтың күйеу баласы. Әблязов
атеист емес, мен сендерге айтайын. Өзі рух қожа, әкесі молда Әшейін болған. айта салды ол. Иә, ол атеист емес, мен сендерге айтайын. Ол атеистпін деп ана бір неде айтқан кезде, атеистпін деп айтқан кезде, ол анау кімнен ерексіп, соған айтқаны ғой, анау сен не, мұсылман битпе, адамдарды айдап салма, битпе деген кезде мен атеистпін деп айтты. Бірақ ол мұсылман, ол қожа. Ол мен ағам Атеист қожа. Иә. Сол үшін ол өтірік ол жаңағы атеист деген. Ол мұсылман. болса да бәрі жабылып кетеді, Айткүлге жабылады. Не ол Айткүл президент. Давайте президенттен бірінші сұрайықшы. Неге это шошқаның етін? Значит, кафір ғой. Ол өтірік 200-ді Мен мысалы шошқан етін жемеймін. Мен шошқан етін жемеймін. Потому что иісі жаман жиіркенемін. Например, да? Мен мұсылман болғаннан жемеймін емес. Маған ұнамайды. Сол секілді. Әбләз ұры деп қояды. Мен саған бауырым былай айтайыншы. Әбләзді бір адамды алып келші, Әбләз тонады деген. Әбләзов сол билікке дейін бизнесмен болды, ақшасы көп болды. Одан кейін ана банкте бастық болған кезде ол бизнес, ол үкіметтің банкі емес, Әбләзовтың банкысы, ол бизнес. Ода миллиардтаған ақшасы болды. Қашан ұйықтайсыңдар? Өз ақшасы болды миллиардтаған. Ішің толып қапты ма? Ішің толып қапты ғой Бекалашаға таңғы сағат. Жоқ, мен ана сұраққа жауап беріп жатырмын. Онда этот эфир ашыңыз. Как раз. Мен айтайын дегенім жамағаттарға астына отырған жамағатқа Тоқаевтарыңыз мұсылман екен, неге мұсылман оқ атады мұсылмандарға? Мұсылман емес, айтып отыр ғой Айткүл саған, шошқа жеген деп, шошқаның етін саған. Жоқ енді, Әблязов атеист дейді, енді значит Тоқаевтарыңыз мұсылман болып тұр ғой сіздерге. Сол мұсылмандарыңыз неге мұсылманға оқ атады? Соны өздеріңізге неге сұрақ қоймайсыздар? Неге атты ол? Логикалық сұрақ дейсіз ғой. Қытайға барып неге этот универсал болды. Свинью по-пекински неге жейді? Сен билікке жолама, радикалсың дейді. Ей, сорлы. Мен сияқты радикал болса, ой, айналайын болар еді. Жақсы, сау болыңыздар. Мен ұйықтаймын. Аман болыңыздар. Ұйықтама, ана Red Bull ішіп ал десең, Азанда жұмыс маған айналайындар. Мен бала шағамда асырамайды. Мен имам құсап 40 мың теңгеге отырмайды екем. Бекалаш. Айткүл, Айткүл, сенен иман шықпайды, бірден айтайын. Мен имам боламайды екем, потому что мен бала шағама қиянат жасай алмайды екем. 40 мың теңгеге сіңірлерін шығартқызғым келмейді. Айткүл деймін, Айткүл 40 мың теңге деген барлық регионда сөйтіп айтады екен да, барлық регионда, мен қай регионға барсам да 40 мың теңге деген имамдардың аузынан түспейді екен, мен 40 мың зарплата аламын деген. Сонда получается бұларда бір жерде хадис бар ма, Құранда солай зарплата тұр ма, түсінбеймін соны. Мен сізге айтайын. Давай іштерің пысқап, давай қайырлы түн. Қайырлы түн. Айткүләуге тоқтамызшы. Ау жаным. Аған енді ертең мен даусымды ешкім естіп қалған жоқ па, ертең ештеңке болмай ма маған? Ой, жоғы, азамат. Бір нәрсе болса маған, бір нәрсе болғатса мен жекеме жазып жер. Номерін жазып ал мына жерге. Азамат, сенен де жаман сөз айтып жатырық біз. Біз де жүріп қой әйтеуір. Тұра тұр, ручка бар ма қасыңда, Азамат? Айта беріңіз. 8705. Аха. 457. Аха. 53. Аха. 66. Еш нәрсе болмайды, Азамат, бет аулақ. Просто айтарым, жаман болатынды өзім. Болма. Бекалаш қоя тұршы. Жазып алдың ғой, 8705, контроль жаса. 8705. 705, 453. 457. 457. 457. 53. 53. 66. 66. 457, 53, 66. Болды. Енді біреу саған бірдеңе деп атса, тура видеоға түсірді, маған жібер. Мына тиктоктағы, ютубтағы Айткүл Сармурзаеваға жіберем де. Сол менің әпшемде. Жарай ма? Имам бола ма, участковый келе ма, пофиг екен, видеоға түсіріп ал. Саған әлі жеткен кісіменен сосын сөйлесеміз. Жарай ма? Жарайды. Просто бұл бір қалай жыл бұрын өтіп кеткен ерді мен қазір просто айтып жатқам ғой. Әлі жалғасады. Саған енді
жаңағы саған әлімжеттік жасаса, онда сол ауылыңның жамағаты оны көшіріп жібереді. Жарай ма? Саған мүгедек жанға әлімжеттік жасайтын болса, онда оны ауылдан көшіріп жібереміз айғайлап отырып. Ойымдама. жарайды, әпке, танысқанға қуаныштым, аман болыңыз. Жақсы жаным, сен де аман бол, өзіңе қара. Сау болыңыз. Жақсы. Сау болыңыздар, қайырлы күн қазақ елі. Қайырлы түн, жақсы, аманшылықта. Сау болыңыз, аға. Аман болыңыздар. Азамат, саған шығам. Давайте.